Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен iPhone мокабын қолдану туралы бөлісетін боламын. canva.com сайты арқылы бұл видеомызды жасаймыз. Алдымен шаблонымызды жүктеп, текстімізді сәл жоғары қоямыз. Сонан соң мокапты кішірейтеміз. Үлкен болса, онша көрінбейді, әдемі болып. Видеоға кіріп, алла деп жазатын болсаңыз, менің қолданған видеомды таба аласыз. Бұл жерде видеолар өте көп. Барынша әйел кісінің жүзі көрінбейтін видеоны қолдануға тырыстым. Бесплатный және де платный видеолар өте көп. Мокаптың ішіне видеоны кіргізу үшін оның размерін кішірейтеміз. Кішірейтіп алған кезде мокаптың ішіне өзі орналасады. Жалпы 2021 жылы бұл трендте, яғни iPhone мокабы трендте. Историяңызге әр түрлі iPhone мокабын қолданғыңыз келсе, менің Telegram каналымнан жүктей аласыздар. Описаниеге ссылкасын қалдырамын. Тіркеліп алыңыздар. Ішінде мокаптар өте көп. Енді жазуын өзгертеміз. Я Раббым, рия амалдан сақтай көр. Эффекттің үстін басамыз енді. Сол кезде паренені бассаңыздар, текстіңізге қосымша тен келеді. Текстің содан сайын әдемі көріне бастайды. Арқасындағы дөңгелекшенің суретін цветті ауыстырсаңыз болады. Және де фонның да цветін ауыстырсаңыз болады. Енді сіздерге арқасынан Құранды қалай қойдым, соны көрсетемін. Загрузкидің үстін басамыз. Сол кезде аудионы бассаңыздар, жүктеген аудиоларыңыз тұрады. Және де басып, осыны міне біздің видеомыз дайын. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.